Сәлем достар, Наскүкингтің каналына қош келдіңіздер. Достар, бүгін менде өте қызықты рубрика. Қандай рубрика десеңіздер, бұл сұрақ-жауап рубрикасы. Достар, бүгін менде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Мен сообществоға жазғам. Достар, мен сұрақ-жауап түсірейін деп жатырмын. Сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер деп. Еще инстаграмға да жазыңыздар деп айтқан, бірақ инстаграмға тек қана бір адам жазған. Біріншісі сұрақ, түріңді қашан көрсетесің? Мен осы сұраққа өте көп жауап бердім, және де тағы да жауап берейін. Мен 1000 подписчик болғанда ғана бір көрсетемін, болды. Сол уақытта ғана көрсетемін. 1000 подписчик болғаннан кейін сіздерге түрімді көрсетемін. Сен блогер болам деген кезде үйдегілерің қолдады ма? Әрине қолдады, себебі мені неге қолдамасқа? Және де сенде Айжанның номері бар ма дейді. Берші деп тұрған шығарсың. Мен ешкімге бере алмаймын, кешіріңдер. Сенің қандай өнерің бар? Мен бисер жасай аламын, және бисер деген өнер емес шығар, может быть. Және де мен бұрында биге қатысқам. Сол биге қатысқанда мен бере аламын, бірақ қазір биге қатыспаймын, вообще ұнамайды маған биге қатысқан. Қай мектепте оқыдың дейді. Мен 10-шы мектепте оқимын. Жасың қаншада дейді. Мен жасым 11-де. Және де келесі сұрақ, бізде нешемен бітірдің дейді. Мен 5-пен бітірдім. Және де нешедесің дейді. Мен жаңа айтқандай 11-демін. Арманымның біреуі. Армандарымды пока что айтпаймын мен. Аншақтағы шуға мән бермеңіздер достар, біздің үйде балдар бар. Мен армандарымды болашақта айтамын. Пока что сіздерге білуге болмайды. Ну, конечно, миллион болу подписчик, 100 000 болу. Бұл бірақ арман емес, оны орындауға болады, егер сен күшті видеоға түсіретін болса. Мама папаңды қашан көрсетесің? Достар, мен мама папамды пока что көрсете алмаймын, потому мен өзімнің бірінші түрімді көрсетіп алайын, сосын папамды ойланамын. Тағы біреу жазыпты, мама папамды қашан көрсетесің деп жаңа ғана жауап бердім. Және де нешедесің дейді. Мен қайталап айтамын, мен 11-демін. Туған күні қашан? 30 маусым. 30 маусым. Вот. Нені армандайсың? Типа телефон только ақшаға алатын дейді. Мен нені армандайсың дегенде, типа ақшаға сатып алатын деп тұр ғой. Мен негізі телефон шығар, может быть. Мен басқа ештеңе алмаймын. Ақшаға керек емес маған. Ата-анаңның аттары қандай? Мен ата-анамның аттарын өзімнің түрімді көрсетіп, болғаннан кейін папаларымның түрін көрсеткеннен кейін барып аттарын айтам, пока что айта алмаймын. Үйінде неше адам бар? Біз үйде 5 адамбыз. 5. Әжем, әкем, анам, інім, мен. Вот. Үйде кішкентайдан 2. Екеуі кішкентайдан. Ютубты қашан бастадың видео салып дейді. Мен қазір телефоннан қарайын, мен вообще білмеймін. 2 апта болған шығар. 4 апта болған достар, мен видео салып бастағаныма. 4 апта. Сол 4 аптаның ішінде менде 83 подписчик болған. Рахмет сіздерге. Және де жақсы көретін блогерлерің кім? Жақсы көретін блогерлер менде прям жақсы көретін блогерім жоқ, бірақ мен ең алғашқы блогерім жақсы көрген, ол бізде бәрі бар. Айшаны білетін шығарсыздар, либо білмесеңіздер, бізде бәрі барды теріп көріңіздер поисктан. Вот, сол. А так менде жақсы көретін ешкім жоқ. Мен қараймын, бірақ оларды прям фанаттар емеспін. Фанаткалар емеспін. Ну, Айшалардың фанаткалар шығармын, бірақ басқалардың емеспін. А, кстати, еще Аружан деген бөлек бір канал бар. Арудың әлемі емес, Аружан деген басқа бір канал бар. Күшті даже. Сені блогер боламын деген кезде кім қолдады, кім қарсы болды, және де қалай түсіріп бастадың дейді. Мен блогер болам деген кезде мені анам да, әкем де қолдады. Ал кім қарсы болды? Қарсы болғанда деген мені мазақтағандар бар, бірақ қарсы болғандар жоқ. Мазақтағандар бар, бірақ менде қарсы болғандар жоқ. Қалай түсіріп бастадым? Мен просто кәдімгі ютубтағы видеолар сияқты челлендждар, влогтар түсіріп бастадым. Болды, осымен сұрақтар бітті достар. Енді сіздерге сау болыңыздар деп айтамын. Рахмет сіздерге көп сұрақтарыңызды қойғандарыңызға, және де сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар деп ойлаймын.